Енді қарам, бұл сізді, менен бір хаял қиналды дедім ғой, 20 жыл кесел болып қалдым, соны ойланамын деп. Бұл хаял айыплы емес екен. Сіздегі мына хаял инсан айыплы емес. Ол ата-анасынан алған мехрі, білімі болғаны. Сіздің шаңараңызға не үшін оны ап келеді? Себебі қалған нені тәрбияны мына жерде көріп, сіз ана ретінде, ене ретінде соған беруіңіз керек еді. Елям беру кеш емес. Түсініңіз ба? Тек түсініп алуыңыз керек та, сабақларыңызды да. Мені қинаған хаял айыплы емес. Мен тоқтаттым. Болған екен ғой адамлардың, не? Ол сондай шариатта өскен. Оларға да үйретілмеген. Қара, қызым, бұл дүния жаман деп үйретілген оларға. Бұл дүнияда өш алу керек деп мінеді қырылса берген оның ата-анасы. Ол сол қырылсып, сондай жаман, мынандай бөлек ауқат жейді олар, соны көріп, тек мына қызы сіздің шаңараңызға келіп көрсетіп береді. Түсінді алдың ба?